депрессияда жүрген адамдардың көңіл күйі түскен, қобалжып жүргені көрініп тұрады. Олар өте жай, жабық және ойлау қабілеттері де жайлап қалады. Жанындағы адамдар шаршайды, олар жаман деген бір тақырыпта айта береді. Осы күйімді мені түсініп қалады деп адамдармен ара қатынасты тоқтатады. Жанында тек қана бір-екі адам қалуы мүмкін. Өзіне де агрессивті түрде қарайды. Семіріп немесе арттап кетеді, тамақ жемейді, тамақ жесе тамақ дәмсіз болып көрінеді. Содан мінездері түсіп, және мінездері алып тұрады. Тісін, шашын жумайды, өзіне өзі қарамайды, және шаршау, ұйықтан тұрғанда да шаршап тұрады, поза эмбрионында жатады. Жұмысқа барғысы келмейді, өзгергісі келмейді, және өмірге деген қызығушылығы төмендеп, ештеңеге қызықпайтын болады. Жасырын екі түрі болады. Біріншісі ол бір мезгілде энергиясы көтеріліп, бірдеңе жасағысы келеді. Бірден бір мезгілде түсіп кетіп, ештеңе жасай алмай қалады. Екіншісі, ер адам болса, әйел адамға қызығушылығы жойылады. Және бұл қайдан келеді, неден пайда болады? Шығу жолдар туралы келесі видеолардан қарасаңыз болады. Гипнотерапия алсаңыз, әрі қарай психологиялық көмек алып жатыр боласыздар.